Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен шоколадты рулеттің рецебімен бөліскелі отырмын. Өте дәмді әрі тез дайындалатын рулеттің рецебін сіздерге ұсынбақшымын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөлек бөліп аламыз. Яғни ағы уызымызды бөлек миксерлейміз және оның үстіне азастан секерімізді салып, ақ пена болғанша миксерлейміз. Пенамыз дайын, яғни консистенциясы осындай болу керек. Оның үстіне сары уызымызды және сүтімізді үй температурасында тұрған және сұйық майымызды салып, астынан үстіне қарай жай-жайдан араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін құрамақ ингредиенттерімізді қосамыз, яғни ұнымызды, крахмалымызды, какаоымызды және қамыр қопсытқышымызды салып, астынан үстіне қарай біркелкі болғанша араластырамыз. Алдын ала пешімізді ысытып қоямыз, яғни 180 градуста. Пергамент қағазымыздың үстіне біркелкі болғанша жайып шығамыз. Кремін дайындаймыз. Менде ыдысымда творожный сыр, сары май үй температурасындағы және сахарный пудра бар. Барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Пирогымыз пісті, оны арнайы таяқшамен піскенін міндетті түрде тексеріп аламыз. Пирогымыздың үстіне пергаментімізді қойып, астыңғы пергаментімізді шешіп аламыз. Пергаментімізге осылай жабысып піссе, сіздің пирогыңыз дұрыс пісті деген сөз. Видеодағыдай пирогымызды орап қоямыз алдын ала. Суығаннан кейін барып, міндетті түрде кремімізді жағамыз. Пирогымыз ыссы болған жағдайда креміміз еріп кетуі мүмкін, сондықтан міндетті түрде суытып аламыз. Барлық кремімізді жағып, қайтадан біркелкі әдемі қылып орап аламыз. Рулетімізді екіге бөліп аламыз. Арнайы ыдысымызға салып, қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Менде ақ шоколадпен әсемдедім. Қалауларыңыз бойынша жеміс-жидек қоссаңыздар да болады. Рулетіміз дайын. Қараңыздар, өте нәзік, өте жұмсақ, әрі дәмді болып пісті. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толық сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.